Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай апельсин қосылып жасалатын курабье жасаймыз. Бізге керегі бөлме температурасындағы сары май және сахарный пудра, кукурузный крахмал, бір жұмыртқа, бір апельсиннің цедрасы және сол апельсиннің согы және сұйық май. Осының барлығын араластырып аламыз. Енді ұнымызды жаймендеп саламыз. Оның ішінде разрыхлитель бар. Енді қолмен жасаймыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Жұмсақ, қолға жабыспайтын. Енді осы қамырымыздың әрқайсысын 20 граммнан бөліп, өлшеп саламыз. Міне біздің курабьеміз дайын болды. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.